Жамал бақыттың сөзіне сүйсініп, рахаттанып тыңдап отырады да, іші елжіреп кетіп, құшақтап алып, қысып, сүйіп жіберді. «Сүй, шырағыңды сүй», деді Қазила. Өз көңілдестерімен әзілдесіп отырған тәтті мәжілістің үстіне балалар майданынан бақыттың арсалаңдап сүйгізіп тұрғаны Жамалдың шаттығын шарықтатты. Жүрегі шынайы тулап, шын қуанып, жолдастарына сыр қылады. «Бұл бақытымды сүймегенде, мен кімді сүйем? Менің тарыққанда тауып алған, сарыққанда көргенім емес пе? Мұның маған бір күнінен бір күні қызық. Ескеймін, сүйемін, сөйлеген сөзін тыңдап рахаттанамын. Қашан жұмыстан шаршап қайтқанымда осыны көрсем, жадыраймын да кетем. Маған бұдан артық кім керек? Менің бақытым осы емес пе?» Жамалдың шаттығын шарықтатқан қандай сәт? Жүрегі шынайы тулап, шын қуанып, жолдастарына сыр шертуге қандай оқиға себеп болды? Осы жайттар қызықтырса, құлақ салып тыңдап көріңіздер. Оқиға Іле өзенінің оң жағындағы тауды жарып жатқан кереп жолымен келе жатқан жолаушының ішкі толғанысынан басталады. Кеш қарайып ымырт түскенде ауыл шетіндегі үйге қырманнан қайтқан әйелдің тірлігімен жалғасады. Ол өмір теперішін көп көрген Жамал. Жазушының Жамалдың өткен өмір жолын суреттеуінен оның неге бақытты Жамал деп аталуына ойланып қаласың. Ендеше қымбатты оқырман, Жамалдың бақытқа жетудегі өмір баспалдықтарын білгіңіз келетініне жетелейтін оқиғалар тізбегі сізді қызықтырмай қоймайды. Шын мәнінде қазақ әйелінің ауыр тұрмыс тауқыметін тарта жүріп, нағыз бақытқа лайық жанға айналғанына куә болудың керемет сезім екенін танисың. Менің сізге оқиға композициясын баяндап беретін болсам, шығарма шешіміне қызығушылық азаяды деп ойлаймын. Жазушы кейіпкері Жамалдың бақытты болатыны шығарманы толық оқып, бірде таңданып, бірде күйзеліп отырып, бірге жетейікші. Сонымен Ілияс Жансүгіровтің бақытты Жамал шығармасын оқуға, зейінге тоқуға шақырамын.